Туылған айына қарай әйел адамның мінезі. Қаңтар айында туылғандар бұл айда ең төзімді әйелдер дүниеге келеді. Ер мінезді болып келеді. Басындағы мәселені ешкімге айтпай өзі шешеді. Тамақ пісіргенді жаны сүйеді, ал үй жинағанды ұнатпайды. Ақпан айында бұл айда қырсық әрі ауыр мінезді әйелдер дүниеге келеді. Өте ашулы болғанымен өзіндік төзімділігі де бар. Олар қиындықтан қорықпай, тез шешім қабылдайды. Алайда бұл шешімі әр кезде дұрыс бола бермейді. Тез ренжіседі және кек сақтағыш. Адамдармен жақсы тіл табысады. Сондықтан жұмыс жағынан жолы болғыш. Кішкентай сәбилерді жақсы көреді. Наурыз айында өте нәзік жанды әйелдердің өмірге келер мезгілі. Сонымен қоса өте қырсық, кей кезде өздерін бақытсыз деп санайды, өздерінің ұялшақ мінездерінен жетістікке жете алмай да қалатын кездері болады. Сәуір айында бұл айда туылғандар өздерінің батыл мінездерімен ерекшеленеді. Өздеріне не керек екенін біледі және соған қарай жай, бірақ сенімді түрде алға жүреді. Эмоциясы ақылынан артта жүреді. Мамыр сенімді және өзіне жауапты жандар, көп кешіре бермейді. Соның кесірінен күйеуінен айырылысып кетуге дайын, бірақ кейін бармағын тістеп қалуы да мүмкін. Ең бірінші орынға ақшаны қоятын жандар. Маусым шырайлы жаздың бірінші айында өмірге келетін нәзік жандылардың басты жағы ептілік. Олар өте ренжігіш және кек сақтағыш, бірақ өте мейірімділігінің арқасында барлығын ұмытып та кетеді. Өсекті мүлдем ұнатпайды. Шілде бұл айда өте ұяң және ұялшақ әйелдер өмірге келеді. Олар үнемі барлығын уайымдап жүреді, өмірінің бар кезін көңіл күйімен шешеді. Романтикаға берік, терең сезеді және уайымдайды, бірақ сырттай көрсетпейді. Үй және отбасы олар үшін бірінші орында. Тамыз ең тәкаппар әйелдер осы айда дүниеге келеді. Сонымен қоса өте мейірімді, әрбір жерде басшы болғысы келеді. Өзіне еркектерді бауырағыш болғанымен өз сүйіктісін ғана ұнатады. Әрқашан шындық жағында, бірақ көп алданады. Қыркүйек өзін өзі қатты сүйгіш, көп ортада болғанды ұнатады. Қызғаншақтығы тағы бар. Ал әйелді қасиеттеріне келгенде тазалықты ұнатады. Тамақты өте дәмді әзірлейді. Қазан қарапайым және бәрінің тілін тапқыш әйелдер. Мәселенің тоқетерін асықпай ойлана келе шешеді. Көп кешіре бермейді, бірақ отбасын сақтап қалуға көп күш жұмсайды. Қараша өзін сүйгіш және эгоисті. Онымен қоса барлығын үнемдей жүреді. Махаббатқа келгенде өте әсерлі, терең әрі қатты жақсы көре біледі. Желтоқсан қорықпайтын және әрбір қиындыққа қарсы жүзе білетін әйелдер. Адам талғамай сөйлесе кетеді. Романтикаға берік және өте сенімді құрбы.